Жалпы, мысалы, бір жылға төленді делік, иә? Төлемдердің болуы және бір жылға мәртебенің берілген туралы ақпаратты қайдан, қалай алуға болады? Осы жайында айтып өтсеңіз. Бізде әлеуметтік желіде бірнеше өзіміздің ресурстарымыз бар. Ең бірінші біздің фондтың жеке сайты бар, fms.kz деген. Сол сайтқа кіріп, өзіңіздің мәртебеңізді анықтай аласыз. Сондай-ақ Telegram каналында қолдау 24/7 мобильді қосымшасын пайдалануға болады. Telegram каналында сақтандыру бот деген бот бар. Соған өзіңіздің ЖС нөміріңізді енгізу арқылы мәртебеңіздің қай айға берешек қалыптасқан, қанша ай төледіңіз, сақтандырылғансыз ба, сақтандырылмағансыз ба, соны көре аласыздар. Сондықтан да сонымен қатар egov.kz электрондық үкімет порталынан да қызметтерді алу арқылы өзіңіздің мәртебеңізді біле аласыз. Яғни, бір жылға төлем жасау кезінде нені ескеру керек адамдар? Әр айға жеке-жеке төлем жасау керек пе? Қаңтар, ақпан деп, әлде бірден барып, бір жылға төлем деп бір жерге барып төлесе ала ма банкқа барып? Бұл жерде біз мұқият қарау керек. Көптеген адамдар осы жерден қателік кетіреді. Мысалы, екі төлемді бір айға төлеу мүмкін. Онда сіз сақтандырылмаған болып шыға келесіз. Сондықтан да әр айға бөліп, мысалы, алдағы 12 айма қарашадан келесі 20 жылдың қазан айына дейін бөліп төлеу керек. Система әр айды жеке-жеке қабылдайды. Мысалы, Каспи приложениесін қосымшасын ашсаңыз, сонда төлегеннің өзінде әр ай бөлек-бөлек тұрады. Сол кезде мұқият қарауларыңыз керек. Екі рет жүрмес үшін бірден төлеп, әр айға жеке-жеке мерзімді, жаңағы жылын шатастырып алмау керек. 2023-ке төлем деп, 2022-ке төлеп қоятын адамдар болады. Соның барлығын мұқият түрде қарау дұрыс болады.